Жамбыл облысы Шу қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектебі. Пәні математика, сыныбы 5, пән мұғалімі Абешбаева Алия Сүйенқызы. Сәлематсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы пайыз. Оқу мақсаты: пайыз ұғымын меңгеру, бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыру. Сабақ мақсаты: пайыз туралы ұғымымен таныстыру, пайызды ондық бөлшекпен жаза білуге үйрету, жай бөлшекті, ондық бөлшекті пайызға түрлендіруге үйрету, қайсы шаманы 100%-ға қабылдау керектігіне үйрету. Сабаққа шолу. Бүгінгі сабақта меңгеретінің пайыз ұғымы, бөлшекті пайыз түрінде жазу, пайызды бөлшек түрінде жазу. Сенің білетінің натурал сан, жай және ондық бөлшек ұғымдары. Жай және ондық бөлшектерді көбейту және бөлу. Сабақтың мазмұны пайыз ұғымы. Толық шаршы 100%-ды құрасын. Біз оны теңдей 100 бөлікке бөле аламыз. Онда бір бөлік шаршының 100-ден 1 бөлігі, яғни 1%-ын құрайды. 4 бөлік шаршының 100-ден 4 бөлігі, яғни 4%-ын құрайды. Егер біз шаршыны 25%-ын 25 бөлігін боясақ, онда біз 4-ден 1 бөлігін бояған боламыз. Әрине біз аталған 25 бөлікті әр жерден таңдай аламыз, алайда олар бәрібір шаршының 4-ден бөлігін құрайды. Енді біз 20 бөлікті, яғни 20%-ды, бұл шаршының 5-ден 1 бөлігі. 50 бөлік немесе 50% шаршының жартысын құрайды. 4 қосу 25, қосу 20, қосу 50 тең 100-ден 100-ге немесе 1-ге тең. Бұл шаршының толық боялғандығын білдіреді. Пайыз ұғымы. Пайыз, яғни процент, латыннан процентум деген сөзінен алынған. 100-ден немесе 100-ге деген мағынаны білдіреді. Кез келген шаманың санның 100-ден 1 бөлігін 1% деп атау қабылданған. 3% 100-ден 3 бөлік, 10% 100-ден 10 бөлік, 25% 100-ден 25 бөлік. Бөлшекті пайызбен беру үшін оны 100-ге көбейтіп, пайыз белгісін жазу керек. Мысалы, 0,4-ті көбейтеміз 100-ге, 40%. 1,3-ті 100-ге көбейтеміз 130%. Пайызды бөлшекпен жазу үшін пайыз белгісін алып, алдындағы санды 100-ге бөлу керек. Мысалы, 5%, 5-ті бөлеміз 100-ге, 0,105-ке тең. 15%, 15-ті бөлеміз 100-ге, 0,115-ке тең. 75%, 75-ті бөлеміз 100-ге, 0,175-ке тең. Бүгінгі сабақты алған білімдерімізді бекіту. Пайыздарды ондық бөлшекпен жаз. 2, 47, 1,5, 25, 0,5, 3,5 пайыздарды ондық бөлшекпен жазу. Пайыздар жай бөлшекпен жазу. 60%-ды, 0,136%-ды жай бөлшекпен жазу беріліп отыр. Енді балалар, үйге тапсырма. Пайыз деп нені түсінесің? Оның мағынасы қандай? Ол ең алғаш қай жерде пайда болды деп ойлайсыңдар? Еуропада қай ғасырда қолданыла бастады? Римдіктер ақшаны не деп атағанын білесіңдер ме? Неліктен? Пайызды бөлшекпен не санмен жазудың алгоритмі. Бөлшекті не санды пайызбен жазудың алгоритмі. Пайызды білудің пайдасы бар ма? Себебі неде? Міне, соны түсіндіріп өтеміз. Пайыз есебі қай жерлерде қолданылады? Сабақты қорытындылау мақсатында оқушылармен кері байланыс орнатамын. Оқушылар сабақ барысында нені білгенін, қалай жұмыс істегенін, не қызықты әрі жеңіл болғанын, не қиындық туғызғаны туралы ой-пікірлерін WhatsApp желісі арқылы білдіре алады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.